Республика латын тілінен аударғанда ортақ іс деген мағына береді. Яғни, республика азаматтарының ортақ іс әрекеттерінің арқасында құрылады, қалыптасады, дамиды. Биылдан бастап республика күні ұлттық мереке. Қайта жаңғырған бұл күнді еліміздің әр өңірі өзінше атап өтіп жатыр. Шымкент қаласы Абдраш Назарбеков атындағы нөмірі 87-ші жалпы орта білім беретін мектебі 25 қазан республика күніне орай республика мақтанышым репортажын бастаймыз. Сыныптар республикалық күніне орай тәрбие сағатын өткізіп жатыр. Қазақ аты танылсын барлық әлем жұртына, таңдасында таң қалсын салт дәстүр мұғыртыма. Сонымен қатар республика күніне орай мектебімізде еңбек пәні мұғалімдерінің бірлестігімен бірлесе отыра мемлекеттік рәміздер айшықтары тақырыбында түрлі қолөнер бұйымдар жасалған болады. Және де біздің мерекелік репортажымыз дебат қозғалысы бойынша жалғасады. Дәл қазір осы республика күніне орай біздің дебат қозғалысы бағыты бойынша Қазақстан Республикасының жетістіктері жайлы ойын керемет өтіп. Жалпы бүгінгі біздің дебат қозғалысының басшысы Шырайдан бүгінгі ойын қалай өтілді және бұл қарардың өзектілігін сұрайды. Дебат жоғары дәрежеде өтті. Дебаттың мақсаты оқушыларға қазақ халқының патриотизмін дәріптеу. Осы арқылы біздің экономикамыздың, еліміздің қоғамдық саяси әлеуметін рухани жаңғырту. Жалпы бұл мақсат жауапкершілік пен патриотизмді үйрету мақсатында жоспарланған ойын. Бүгін біздің мектебімізде республикалық күніне орай 5-ші және 6-ші сыныптардың арасында турнир өтіп жатыр. Сезім, біздің қазақ еліндегі 25-ші қазан қандай мереке екенін білесіз бе? Иә, білемін. Ол Қазақстан Республика күні. Дәл қазір бізбен бірге байланыста республика күні қарсаңында өткізіліп жатқан робототехника байқауы. Иә, Рушан, мен эфирдемін. Қайырлы күн. Күндердің сәттілігі толы болсын. 25 қазан республика күні тарихи мереке, тарихи күн 13 жылдан кейін қайта оралуымен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі байқауда өзімнің жұмысыммен топ жарып, жаңа Қазақстанның дамуына өз үлесімді қосамын. Менің жұмысым ол роботтың аты Бекс. Мен оны робосумо жарысына дайындадым. Репортаж жүргізіп тұрған мен Бектай Данил Нұржанұлы, арнайы 87 News. Қазақстандықтар, республика күнімен құттықтаймыз. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Бүгін республика күні. Номері 87-ші жалпы орта білім беретін мектебін оқушыларын және ұлағатты ұстаздарын шын жүректен құттықтаймын. Отан, сен болмасам не терем, мәңгілікке бақытсыз болып өтерем. Бүгінгі 25 қазан республика күнімен баршаңызды құттықтаймын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Барлықтарыңызды тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Тәуелсіз еліміздің алар асуы биік болсын. Барлықтарыңызды республика күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Менен Қазақстан және бүкіл қазақстандықтарды республика күнімен құттықтаймын. Қазақстан халқын республика күнімен құттықтаймыз. Сіздерге ашық аспан, бақыт тілеймін. Дәл қазір республика күні қарсаңында ұйымдастырылып жатқан концерттің дайындық барысындамыз. Жалпы қазіргі болып жатқан концерттің барысы қалай өтіп жатыр? Бәрі жақсы, оқушылар белсенді қатысып, қойылымдарға дайындалып жатыр. Жалпы концерт сізге ұнады ма және қандай әсерлер қалдырды? Рахмет сіздерге, ерлеп ескеріп, осы республика күніне арнайы концертке шақырғандарыңызға көп рахмет.
бізге ұнады, көңіліміз көтеріліп, кішкене үйде отырған кезде сәл қиындау ғой. Сол оқушылардың барлығына рахмет, осындай ұйымдастырып жасап жатқан кісілердің бәріне алғысымыз шексіз. Осы бізді ескеріп, мұғалімдер рахмет, Алла нұр жаусын сіздерге. Біз өте қуаныштымыз, көңіл көтеріліп, жадырап қалдық. Бұл енді кішігірім болса да көңіл ғой бізге. Көңіліміз көтеріліп, қуанып қалдық. Рахмет сіздерге, концерттеріңіз одан да үлкен бола берсін. Концерт өте жоғарғы дәрежеде өтті. Өзім жақсы деген әсер алдым. Оқушыларым жақсы концерттер көрсетті. Барлық жағынан өз өнерлерін көрсетті. Және бүгінгі мына 87-ші мектеп ұжымына, мына басшыларға, мұғалімдерге, оқушыларға барлықтарын бүгінгі мен құттықтаймын. Әрқайсының отбасына амандық тілеймін, дендеріне саулық тілеймін, еңбекте табыс тілеймін. Осы оқушылар мұғалімдерді әрдайым жақсы жағынан көрсетіп, жақсы деген дәрежеге жете берсін. Бүгінгі концерт өте жақсы өтті. Әсерлі, кәдімгі өзіміздің Қазақстанның бүгінгі ерекше концерті болды. Мен өзім риза болдым. Сонымен, қорытындылай келе, Республика күні қарсаңында ұйымдастырылған мерекелік іс-шаралар өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған біз, Абдураш Назарбеков атындағы нөмірі 87-ші жалпы орта білім беретін мектебінің оқушылары.